Сәлем достар, бүгін сіздермен түрік тәттілерінің бірі ыслақ пирогының рецептімен бөлісемін. Бізге керек жұмыртқа, қант, сүт, ұн, сұйық май, какао, ванилин, қамыр қопсытқыш. Жылы жұмыртқа мен қантты миксерлейміз. Жұмыртқа 2-3 есе ұлғайып, ағаруы керек. Шамамен 5-10 минуттай уақыт алады. Сұйық май мен жылы сүтті құйып миксерлейміз. Ұн, какао, ванилин, қамыр қопсытқышты електен өткізіп миксерлейміз. Форманы майлаймыз. Қамырды құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Пирогтың пісуіне 10 минут қалғанда пропиткасын жасап бастаймыз. Бізге керек сүт, сұйық май, какао, қант, шоколад. Табаға сүт, сұйық май, қантты салып, орташа отқа қоямыз, араластыра отыра қайнатамыз. Қайнап бастағанда какао мен шоколадты салып, араластырып қайнатамыз. Осылай қайнағанда астын өшіреміз. Дайын болған пирогты ыстықтай бөліктерге кесеміз. Ыстық пирогтың үстіне ыстық пропиткамызды осылай видеодағындай құйып шығамыз. Толық суып, пропиткамыз сіңгенше күтеміз. Түрік тәттілерінің бірі өте шоколадты пирогымыз, ыслақ пирогымыз дайын болды. Дәмі енді өте дәмді. Дымқыл, жұмсақ, нәзік, шоколадтың дәмі керемет. Бетіндегі пропиткасы ерекше дәм береді. Кез келген тәсілмен әрлесеңіздер болады. Мен кокос жаңқасымен әрледім. Бір түн тұрса, пропиткасы сіңіп, тіптен керемет болады. Кім шоколадты жақсы көреді, сол кісіге осы пирогты берсеңіздер, жүрегінен бір орын алады деген ойдамын. Жасап көріңіздер, лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет.